Таңертең үйге келе жатсам, кіреберісте жазу ілініпті. Құрметті көршілер, бүгін шамамен 9:20-да үйге кіретін есіктің маңында 120 сом жоғалды. Тапқан адам 75-ші пәтердегі жалғызбасты анаға апарып бере салыңыздаршы. Зейнетақысы 15 мың ғана екен. Әмиянымды ашып 120 сомды ыңғайлап қолыма салып, әлгі пәтерге барып қоңырауын бастым. Ақша ұстаған қолымды соза беріп едім. Есік ашқан кісі бас салып құшақтай алды. Сасып қалдым. Бірдеңелерді айтып, көзінің жасын сүртіп жатыр. Не болғанын түсінбей қалдым. Оны әкелуге шығып едім. Келгенде қалтамнан кілтімді алдым. Сол кезде түсіріп алған шығармын. Бірақ ақшамды алмады. Бүгіндікке оның ақшасын тапқан 6-шы адам екенмін.